Құрметті оқырман, ғылыми кітапхана ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында сіздерге күркіреп күндей өтті ғой соғыс атты әдеби шолуды ұсынады. Бұл шолуда соғыс тақырыбына арналған көркем шығармалардың арасынан бірегей 3 туынды назарларыңызға ұсынылады. Зытып келем, артыма қарай ыстам. Зытып келе жатқаным қашып келем, артыма қарай беретінім қорқып келем. Дәл осылай басталатын шығарма есіңізде ме? Иә, бұл Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романы. Мұндағы басты кейіпкер Қайрош Сарталиев нағыз өмірден алынған кейіпкер. Оның басты прототипі Кеңес одағының батыры атыраулық Қайырғали Смағұлов. Әуел келісіп алайық. Сіз еш нәрсе жасырмаңыз. Мен еш нәрсе қоспайын. Жоқ, сіз еш нәрсе қоспаңыз. Мен еш нәрсе жасырмайын. Уәдеміз осы болды. Жазушы мен кейіпкер арасындағы диалог романға дейін осылай басталған еді. Болашақ батыр 1919 жылы Атыраудан 30 шақырым жердегі Қайыршақты ауылында дүниеге келді. Әкесінен жастай айырылды. Жоқшылық жетім ұлдың қолын байлағанмен, бірақ жолын байлай алмады. Романда Қайроштың бір табын сиырды тастап, ауылдан артына қарамай зытып қалаға қашатын себебі сол. Білім алмаққа, қараңғылықтан құтылмаққа ұмтылу еді. Өмірдің тауқыметіне шыныққан, шыншыл әрі қайсар Қайырғали 1939 жылы әскерге шақырылды. Ал соғыс басталған 1941 жылы ол 22 жаста еді. Алғаш Дон, Ростов, Орджоникидзе қалаларындағы қанды шайқастарға қатысты. Қырым мен Кавказда да ерлік көрсетіп, Қызыл жұлдыз орденін кеудеге қадады. Бір жылдары ауылдан қашқан бақташы жігіт енді Кеңес одағының батыры атанып туған елге келеді. Жол бойы қошемет көреді. Пойыздан түскенде қаумалаған қалың жұрттың құшағынан сытылып әзер босайды. Оны республика компартиясының хатшысы күтіп алды. Алматыда болған 10 күннің ішінде батырды Ғабит Мүсірепов үйіне бірнеше мәрте шақырып кеткенше қонақ қылады. Сыр суырат, майдан өмірі мен Қайырғалидың жан дүниесіне қанығады. Батырдың соғыс даласына қайта кетерінде жазушы «Сен менің кейіпкерім боласың» деген. Сөйтіп 1945 жылы алдымен «Қазақ батыры» деген атпен шағын әңгіме жазылады. Алайда тылды қозғамай, тек майданмен шектелдің деген Мәлік Ғабдуллиннің сынынан соң Ғабит Мүсірепов шығарманы толықтырып, роман жанрында қайта жазады. Бұл оның қаламына бұйырған ең алғашқы роман еді. Құрметті оқырман, сіздерге ұсынылатын екінші туынды халық жазушысы Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» романы. Анасына жыр арнамаған ақын кемде-кем, ал қазақтың қарымды қаламгері анасына тұтастай бір роман арнаған. Романның басты кейіпкері Айша өз анасы болса, Барысхан жазушының өзі еді. Әкесін халық жауы деп алып кеткен соң, 3 баланы жетілдіру мен заман тауқыметі анасының иығына түседі. Қаншама қиыншылық пен азап көргенмен, ана жүрегі болашақтан тек жақсылық күтеді. «Ай мен Айша» романын сол бір сұрап бұл жылдардағы қазақ әйелдеріне қойылған мәңгілік ескерткіш десем, артық айтпасем. Қымбатты оқырман, сіздерге ұсынылатын үшінші туынды танымал жазушы Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романы. Бұл жазушының өз оқырмандарына тарту еткен ең соңғы шығармасы. Белгілі сөз шебері Зейнолла Қабдолов Тахауи Ахтанов кім десе, мен ол үлкен үшеу, қаһарлы күндер, боран, шырағың сөнбесін дер едім деп бағалаған екен. Романда Отан соғысы кезіндегі халықтың тұрмыс тіршілігі суреттелген. Басты кейіпкер қазақтың қарапайым әйелі Нәзира. Роман тартқан тауқыметіне қарамастан ештеңеге мойымаған қайсар қазақ әйелінің ерлігін танытады. Анасынан ерте айырылған Нәзира әжесінің «Шырағың сөнбесін, анаңның тілеуі сен едің» деген сөзін көкірегіне түйіп өседі. Сол сұрапыл жылдарда бірінен соң бірі екі ер азаматынан айырылса да, солардан қалған балаларының шырағын сөндірмеуге тырысады. Тахауи Ахтанов кейіпкердің өшпес үмітін романның басты атауы етіп алады. Біз соғысты көрген жоқпыз, бірақ өткен күндердің ерлігі бас июге, еске алуға тұрарлық ерлік. Көркем әдебиет бізге осындай тамаша мүмкіндік сыйлады. Құрметті дос, әдебиет әлемінде бізбен бірге болыңыз.